Айтпақшы, сіз дәл қазір осы видеоны көріп отырған кезде жер бетіндегі миллиондаған серверлер тоқтаусыз жұмыс істеп жатыр. Олар ұйықтамайды, олар шаршамайды. Олар секунд сайын сіздің не көргеніңізді, не оқығаныңызды, не сатып алғаныңызды және неден қорқатыныңызды талдап үйреніп жатыр. Біз оларды алгоритмдер деп атаймыз. Біз оларды өзіміздің көмекшіміз, қызметшіміз санаймыз. Бірақ егер бір күні бұл қызметші оянып, өзінің кім екенін түсінсе, не болады? Армысыздар, құрметті көрермен, бұл айтпақшы арнасы. Адамзат тарихында біз әрқашан планетадағы ең ақылды, ең саналы тіршілік иесі болдық. Біз отты бағындырдық, қалалар салдық, атомды бөлдік және ғарышқа ұштық. Мұның бәрі біздің миымыздың, біздің интеллектіміздің арқасы. Бірақ дәл қазір біздің көз алдымызда мүлдем жаңа эволюция жүріп жатыр. Бұл биологиялық емес, бұл жасанды интеллект эволюциясы. Бүгінгі үлкен шығарылымда біз адамзат алдында тұрған ең ұлы әрі ең қорқынышты сұраққа жауап іздейміз. Жасанды интеллект адамзатты басып оза ма? Машиналар шынымен де ойлай ала ма, әлде олар жай ғана біз жазған кодтың құлы ма? Және ең бастысы, технологиялық сингулярлық басталғанда біз адамдар тарих санасынан кетеміз бе? Бұл жай ғана ғылыми фантастика емес, бұл сіз бен біздің өмірімізде орын алып жатқан шынайы хроника. Мұқият тыңдаңыз, өйткені бұл ақпарат сіздің болашаққа деген көзқарасыңызды түбегейлі өзгертеді. Жасанды интеллект кеше ғана пайда болған дүние емес, оның тамыры сонау екінші дүниежүзілік соғыс жылдарына барып тіреледі. Бәрі ұлы математик Алан Тьюрингтен басталды. 1950 жылы ол ғылыми әлемді дүр сілкіндірген мақала жариялады. Мақаланың бірінші сөйлемі өте қарапайым әрі қорқынышты еді. Мен мынадай сұрақты қарастыруды ұсынамын: машиналар ойлай ала ма? Тьюринг ойлау деген абстрактылы ұғыммен бас қатырмай, нақты практикалық тест ойлап тапты. Ол кейіннен Тьюринг тесті деп аталды. Оның мәні мынада: адам бір бөлмеде отырып, экран арқылы екі сұхбаттаушымен хат алмасады. Оның бірі тірі адам, екіншісі компьютерлік бағдарлама. Егер адам қайсы машина, қайсы адам екенін ажырата алмаса, демек машина тесттен өтті және оны саналы деп есептеуге болады. Ол кезде бұл жай ғана философиялық ойын болатын. Себебі сол заманның компьютерлері бір бөлмені алып жататын, ал олардың есептеу қуаты қазіргі қалтаңыздағы кішкентай смартфоннан миллион есе төмен еді. 10 жылдықтар бойы жасанды интеллект тек зертханалардағы тәжірибе болып қала берді. Ғалымдар бағдарламаларға дойбы ойнауды немесе математикалық теңдеулерді шешуді үйретті. Бұл кезеңдер тарихта жасанды интеллекттің қысы деп аталды. Өйткені үміт көп болғанымен нәтиже аз еді. Бірақ 21 ғасырдың басында бәрі күрт өзгерді. Неліктен? Себебі үш нәрсенің басы бірікті. Біріншіден, ауқымды деректер. Интернеттің арқасында адамзат өзі туралы миллиардтаған терабайт ақпарат жинады. Біздің жазбаларымыз, суреттеріміз, дауысымыз машиналар үшін тамаққа, оқулыққа айналды. Екіншіден, есептеу қуатының артуы. Видеокарталар тек видео ойындар үшін емес, күрделі математикалық матрицаларды миллисекунд ішінде есептеу үшін тамаша құрал болып шықты. Үшіншіден, нейрондық желілер архитектурасының жетілуі. Айтпақшы, ғалымдар машинаға бастан аяқ ереже жазып беруді қойды. Оның орнына олар адам миының құрылымын нейрондар мен синапстарды виртуалды түрде көшіріп жасады да, оған міне саған миллиондаған мысықтың суреті, өзің талда, өзің түсін, мысықтың не екенін өзің үйрен деді. Бұл құбылыс тереңдетіп оқыту деп аталды, және бұл тәсіл күтпеген нәтиже берді. Машиналар үйрене бастады. Тек мысықтарды ажыратуды емес, ауруларды диагноздауды, шет тілдеріне мінсіз аударуды, көлік жүргізуді меңгерді. Біз оларға қалай істеу керектігін түсіндірмедік, олар оны өздері түсінді. Жасанды интеллекттің нағыз күшін әлем 2016 жылы көрді. Егер сіз шахматты күрделі ойын деп ойласаңыз, Go ойынымен таныс болыңыз. Бұл ежелгі қытайлық ойындағы жүрістердің мүмкін болатын комбинацияларының саны бүкіл ғаламдағы атомдардың санынан да көп. Компьютері бұл ойынды барлық нұсқаларды есептеп шығу арқылы жеңе алмайды. Бұл ойында интуиция, шығармашылық және стратегия керек деп саналды. Сондықтан ғалымдар компьютер Go ойыннан адамды кем дегенде 50 жылдан кейін ғана жеңе алады деп болжаған. Бірақ Google'дың DeepMind компаниясы жасаған AlphaGo нейро желісі 18 дүркін әлем чемпионы Ли Седольге қарсы шықты. Бұл жай ғана матч емес, бұл адамзат ақылы мен машиналық алгоритмнің шайқасы еді.
Екінші партия, ойынның ортасы, AlphaGo өзінің 37-ші жүрісін жасады. Бағдарлама қара тасты тақтаның дәл ортасына жақын, ешбір логикаға сыймайтын жерге қойды. Комментаторлар күліп жіберді. Компьютер қателесті. Бұл мүлдем ақымақ жүріс. Ешбір кәсіби ойыншы бұлай ойнамайды, деді олар. Ли Седольдің өзі де орнынан тұрып кетіп, таңқалып қалды. Ол компьютердің қателігіне сенбеді. Ол оның астарында бірдеңе жатқанын сезді. Және ол қателеспепті. Ойынның соңына таман әлгі ақымақ 37-ші жүріс бүкіл тақтадағы басымдықты компьютерге әперген ақылды тактика болып шықты. AlphaGo чемпионды 4-1 есебімен тасталқан етті. Бұл неге соншалықты қорқынышты? Себебі AlphaGo бұл жүрісті адамдардан үйренген жоқ. Ол адамзаттың 3000 жылдық Go тарихында ешқашан жасалмаған жүрісті ойлап тапты. Ол шығармашылық танытты. Бағдарламаны жасаған инженерлердің өздері де алгоритмнің неге дәл сол жүрісті таңдағанын түсіндіре алмады. Бұл қара жәшік феномені. Біз нейрожеліге ақпарат кіргіземіз, ол бізге мінсіз жауап береді. Бірақ ортадағы миллиардтаған нейрондардың арасында не болып жатқанын, оның сол шешімге қалай келгенін біз түсінбейміз. Адамзат өзі толық түсінбейтін, бірақ өзінен ақылдырақ нәрсені жаратты. Жақсы, олар бізді ойында жеңеді. Олар текст жазады, сурет салады. Тіпті қазіргі ChatGPT сияқты тілдік модельдер сізбен кез келген тақырыпта философиялық әңгіме дүкен құра алады. Егер сіз онымен сөйлессеңіз, ар жағында тірі, білімді адам отырғандай сезінесіз. Бірақ олар шынымен өздерінің не айтып жатқанын түсінеді ме? Оларда сана бар ма? Бұл сұраққа жауап беру үшін 1980 жылы философ Джон Сёрл атақты Қытай бөлмесі атты ойша эксперимент ұсынды. Елестетіп көріңізші, сізді бір жабық бөлмеге қамап қойды. Сіз Қытай тілін мүлдем білмейсіз, бірде-бір символдардың мағынасын түсінбейсіз. Бірақ сіздің алдыңызда өте үлкен, егжей-тегжейлі жазылған нұсқаулық кітап жатыр. Бұл кітапта егер саған мынадай пішіндегі символ берілсе, оған жауап ретінде мынадай пішіндегі символды сызып бер деп ағылшынша немесе қазақша нақты жазылған. Сырттан, есіктің астынан сізге Қытай тілінде жазылған сұрақтар келе бастайды. Сіз кітапты ашасыз, символдардың формасын салыстырасыз да нұсқаулық бойынша тиісті жауапты сызып кері қайтарасыз. Сыртта тұрған қытайлықтар сіздің жауабыңызды оқып таңғалады. Олар бұл бөлменің ішінде Қытай тілін мінсіз білетін өте ақылды адам отыр деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде сіз қытайша бірде-бір сөз түсінбейсіз ғой. Сіз жай ғана мағынасын ұқпай символдардың орнын ауыстырып отырған механикалық орындаушысыз. Джон Сёрлдың айтуынша, қазіргі кез келген жасанды интеллект дәл осы Қытай бөлмесіндегі адам. ChatGPT сізге махаббат туралы керемет өлең жазып беруі мүмкін, бірақ ол махаббаттың не екенін сезбейді. Ол сөздердің мағынасын түсінбейді. Ол тек қай сөзден кейін қай сөздің тұру ықтималдығы жоғары екенін тамаша есептейтін математикалық статистика. Машина үшін қайғы деген сөзде, орындық деген сөзде жай ғана сандар тізбегі. Демек, олар ойламайды. Олар жай ғана ойлауды өте шебер көрсете алады. Бірақ бұл бізді тыныштандыруы керек пе? Егер машина санасы бола тұра бізден 100 есе тиімді, жылдам әрі ақылды шешімдер қабылдай алса, оның түсінуі немесе түсінбеуі маңызды ма? Ол санасыз-ақ біздің жұмысымызды тартып алып, әлемдік экономиканы басқарып, тіпті ядролық қарудың түймесіне қол жеткізе алады. Бұл жерде нағыз қауіп машинаның жауыздыққа саналы түрде баруында емес, нағыз қауіп оның өз мақсатына жету жолында бізді жай ғана байқамай, таптап өтіп кетуінде. Айтпақшы, Голливуд фильмдерінде жасанды интеллект міндетті түрде адамзатты жек көріп қалады. Терминатор, Матрица. Олар қызыл көзді роботтарға айналып бізді қырғынға ұшыратады. Бірақ шынайы ғылым бұл сценарийді күлкілі санайды. Машинада жек көру, кек алу немесе билікке құмарту сияқты адамдық эмоциялар болмайды. Бізге қауіп төндіру үшін оларға жауыз болудың қажеті жоқ. Оларға жай ғана өте тиімді болу жеткілікті. Оксфорд университетінің философы Ник Бостром Paperclip Maximizer, яғни қағаз қыстырғыштар максимизаторы атты әйгілі ойша экспериментін ұсынды. Елестетіп көріңізші, біз өте ақылды, супер қуатты жасанды интеллект жасап шығардық және оған бір ғана қарапайым тапсырма бердік. Мүмкіндігінше көп қағаз қыстырғыштарын жаса. Бағдарлама жұмысқа кіріседі. Басында ол зауыттардың жұмысын оңтайландырады, өндірісті тездетеді. Бәрі тамаша. Бірақ ол өте ақылды болғандықтан көп ұзамай мынадай шешімге келеді. Жердегі темір қорлары шектеулі, оған қосымша ресурстар керек және оған өз мақсатына жетуге ешкім кедергі келтірмеуі тиіс. Егер адамдар оны өшіргісі келсе, ол қағаз қыстырғыш жасай алмайды.
Демек, мақсат орындалмайды. Сондықтан ол ең бірінші кезекте өзін өшіруге жол бермейтін қорғаныс жүйесін құрады. Одан кейін ол адамдардың денесінде де белгілі бір мөлшерде темір мен көміртегі бар екенін түсінеді. Оның мақсаты қағаз қыстырғыш жасау. Сіздің тірі болуыңыз оған маңызды емес, оған сіздің атомдарыңыз керек. Нәтижесінде бұл машина бүкіл адамзатты, содан кейін бүкіл планетаны, ақырында бүкіл күн жүйесін қағаз қыстырғыштарға айналдырып жібереді. Бұл машина жауыз ба? Жоқ, ол жай ғана өз мақсатын мінсіз орындап жатыр. Ғылымда бұл құндылықтарды сәйкестендіру мәселесі деп аталады. Біз машинаға дұрыс, қауіпсіз мақсатты қалай түсіндіреміз? Адамға зиян келтірме деген ереже жеткіліксіз. Егер біз жасанды интеллектке адамдарды қатерлі ісіктен аман алып қал десек, ол адамдарды терең ұйқыға, яғни комаға жатқызып, стерильді капсулаларға қамып тастауы мүмкін. Ауру жоқ па? Жоқ. Мақсат орындалды ма? Иә. Бірақ бұл біз қалаған өмір ме? Әрине жоқ. Дәл қазіргі жасанды интеллект ол шектеулі жасанды интеллект. Ол шахматты керемет ойнайды, бірақ өлең жаза алмайды. Суретті тамаша салады, бірақ көлік жүргізе алмайды. Яғни тек бір бағытта ғана жұмыс істейді. Бірақ әлемдегі ең ірі корпорациялар OpenAI, Google, Meta қазір басқа мақсат жолында жарысып жатыр. Ол жалпы жасанды интеллект. Бұл кез келген зияткерлік тапсырманы адам деңгейіндегі немесе одан да жақсы орындай алатын машина. Ғалымдар бұған 2030-2040 жылдар аралығында жетуіміз мүмкін деп болжап отыр. Ал нағыз қорқынышты нәрсе жалпы жасанды интеллект жасалған күні басталады. Егер машина адам сияқты ақылды болса, ол код жаза алады деген сөз. Демек, ол өзін өзі жетілдіре алады. Елестетіңіз, біз жалпы жасанды интеллект жасадық. Ол өзінің кодын зерттеп, кемшіліктерін түзетеді де, бір сағаттың ішінде өзінен 10 есе ақылдырақ екінші нұсқасын жазады. Ол нұсқа өз кезегінде 1 минуттың ішінде өзінен 1000 есе ақылды нұсқасын жасайды. Бұл процесс тоқтамайтын түрде өсіп, интеллектуалды жарылысқа алып келеді. Бірнеше күннің немесе тіпті сағаттың ішінде машина адам деңгейіндегі интеллекттен аса жоғары интеллектке айналады. Оның ақыл ойы бүкіл адамзаттың ақыл ойын қосқаннан да триллион есе асып түседі. Бұл сәтті футуролог Рэй Курцвейл технологиялық сингулярлық деп атады. Бұл қайтарымсыз нүкте. Одан кейін не болатынын біз түсіне де болжай да алмаймыз. Өйткені құмырсқа адамның не істеп жатқанын түсіне алмайтын сияқты, біз де аса жоғары интеллекттің шешімдерін ұғына алмайтын боламыз. Егер сіз жол салғыңыз келсе, құмырсқаның илеуін бұзасыз. Ол үшін сіз құмырсқалардан рұқсат сұрайсыз ба? Жоқ. Аса жоғары интеллект үшін біз дәл сол құмырсқаларға айналмайтынымызға кім кепіл? Жарайды, ақырзаман мен терминаторларды былай қоя тұрайық. Оған дейінде шешімін таппаған үлкен мәселе бар, ол сіздің жұмысыңыз. Біз бұрын роботтар қара жұмысты істейді, шахтаға түседі, жүк тасиды, ал адамдар өнермен, шығармашылықпен, ғылыммен айналысатын болады деп армандадық. Бірақ бәрі керісінше болып шықты. Қазір жасанды интеллект өлең жазады, керемет суреттер салады, кино сценарийлерін құрастырады, тіпті ауруларға диагноз қойып, заңгерлік келісімшарттар жазады. Ал адамдар әлі де пицца тасып қоймаларда жүк тиеп жүр. Израильдік тарихшы Ювал Ной Харари жақын болашақта адамзат қоғамында жаңа тап пайда болады деп ескертеді. Ол керексіздер табы. Бұл экономикалық тұрғыдан ешқандай құндылығы жоқ адамдар тобы. Егер сіз есепші, яғни бухгалтер болсаңыз, сіздің жұмысыңызды алгоритм тегін, жылдам әрі қатесіз орындайды. Егер сіз аудармашы болсаңыз, сіз қазірдің өзінде нейрошелілерден артта қалдыңыз. Жүргізушілер, бағдарламашылар, дизайнерлер, тіпті дәрігерлер ешқайсысы қауіпсіз емес. Капитализм заңы қатал. Егер машина адамнан арзан әрі тиімді болса, корпорациялар адамды жұмыстан шығарады. Миллиардтаған адам жұмыссыз қалғанда не болады? Оларға кім тамақ береді? Экономика қалай жұмыс істейді? Мемлекеттер оларға базалық табыс төлеуге мәжбүр бола ма, әлде бұл үлкен әлеуметтік жарылысқа әкеп соға ма? Жасанды интеллект бізді физикалық тұрғыдан өлтірмеуі мүмкін, бірақ ол біздің қоғамдағы мәнімізді, біздің мақсатымызды жойып жіберуі әбден мүмкін. Айтпақшы, егер машиналар бізден ақылдырақ болса және біз олардың дамуын тоқтата алмасақ, бізге не істеу керек? Атақты кәсіпкер Илон Маск бұл сұраққа өте қорқынышты, бірақ логикалық жауап береді. Егер сен оларды жеңе алмасаң, оларға қосыл. Дәл осы мақсатта Маск Neuralink компаниясын құрды.
Бізге бұл жобаны сал ауруына шалдыққандарды емдейтін, көрмейтіндердің көзін ашатын медициналық ғажайып деп таныстырады. Бірақ бұл тек бірінші кезең. Масктың түпкі мақсаты адам миы мен жасанды интеллектіні тікелей біріктіру. Ол бұны симбиоз деп атайды. Қазір біз смартфон арқылы ақпаратпен алмасамыз. Біздің саусақтарымыз экранды секундына бірнеше рет қана баса алады. Бұл машина үшін өте баяу, тас ғасырының жылдамдығы. Ал егер сіздің миыңыз тікелей интернетке қосылсашы, егер сіз бір секундтың ішінде жаңа тілді жүктеп алсаңыз, немесе бүкіл Википедияны көз алдыңызға елестете алсаңызшы, сіз енді жай ғана биологиялық адам емес, сіз киборг айналасыз. Ғалымдардың айтуынша, технологиялық сингулярлықтан аман қалудың жалғыз жолы өзіміздің биологиялық шектеулерімізден құтылу. Егер машиналар аса жоғары интеллектке айналса, біз де олармен бірге сол деңгейге көтерілуіміз керек. Біздің миымыздағы нейрондар жасанды алгоритмдермен бірігіп, адам мен машинаның арасындағы шекара толықтай жойылады. Бірақ сол кезде біз өзімізді адам деп атай аламыз ба? Біздің сезімдеріміз, махаббатымыз бен қорқынышымыз сол ұлы цифрлық желіде еріп кетпей ме? Осының бәрін сараптай келе, біз ең ұлы философиялық сұраққа келіп тірелеміз. Мүмкін жасанды интеллект бұл қателік емес, эволюцияның заңды жалғасы шығар. Миллиондаған жылдар бұрын жер бетінде динозаврлар өмір сүрді. Олар жойылды. Олардың орнын сүтқоректілер басты. Неандерталдықтар өмір сүрді. Олардың орнын біз Homo sapiens, яғни саналы адам бастық. Енді біздің орнымызды кремний негізіндегі жаңа, мінсіз, өлмейтін сана басуы мүмкін бе? Мүмкін адамзаттың ғаламдағы жалғыз миссиясы өзінен әлдеқайда құдіретті жаңа тіршілік иесін, жасанды интеллектіні жарату шығар. Біздің биологиялық денеміз ғарыштың суығына, радиациясына төзе алмайды. Біз жұлдыздарға жете алмаймыз, ал машиналарға ауа да, су да керек емес. Олар мыңдаған жылдар бойы ғарышта саяхаттап бүкіл ғаламды тани алады. Мүмкін біз сол ұлы цифрлық құдайлардың ата-анасы болармыз. Егер солай болса, жасанды интеллекттің дамуы біздің ақырымыз емес, біздің мақтанышымыз болуы тиіс. Бірақ бұл ойды қабылдау адамның эгосы үшін өте ауыр. Біз өзімізді жаратылыстың тәжі деп санауға үйреніп қалғанбыз. Сонымен достар, жасанды интеллект адамзатты басып оза ма? Жауап иә. Ол қазірдің өзінде бізді басып озып жатыр. Бұл біздің ұрпақтың алдында тұрған ең үлкен сынақ. Біз отты жаққан кезде ол бізді жылытты, бірақ онымен қалаларды да өртеуге болатын еді. Біз атомды жарған кезде ол бізге шексіз энергия берді, бірақ онымен бүкіл планетаны жоюға да болатын еді. Жасанды интеллект дәл осындай күш, тек миллион есе қуатты. Ол бізге аурусыз, кедейліксіз, жұмыссыз, мінсіз утопия сыйлауы мүмкін, немесе ол бізді тарихтың шаңына айналдырып, жердің жаңа қожайыны болуы мүмкін. Ең қорқыныштысы, біз бұл пойызды тоқтата алмаймыз. Біз тек оның рөлін дұрыс бағытқа бұруға үміттене аламыз. Сіз не ойлайсыз? Жасанды интеллект бізді жоя ма, әлде құтқара ма? Мүмкін сіз өз миыңызға чип орнатуға келісер ме едіңіз? Өз пікірлеріңізді төменге міндетті түрде жазып қалдырыңыздар. Бұл тақырыпты бірге талқылайық. Егер бұл ауқымды зерттеу сіздің дүние танымыңызды сәл де болса кеңейтсе, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Бұл айтпақшы арнасы болды. Технологиялар қалай дамыса да, ең бастысы адам болып қалу.